Бақыт деген не өзі деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой, жұрттан гөрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той-тойлау, ісің болмай күйбеңменен қарын тойса карта ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой, ынтымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес оңай, соны ұқтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақытты, оны алыстан іздемегін жүректен тап бақытты. Осы өлең жолдарын тыңдай отырып, бақыт дегенді әркім әрқалай түсінетінін аңғарамыз. Ал балалар, сіздердің ойларыңызша, бақыт деген не? Жақсы балалар, ендеше бүгін біз Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» атты өлеңімен танысамыз. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақынның азан шақырып қойған аты Мұхамедқали. Бірақ ата-анасы пайғамбар атымен жүру ауыр тиеді деп, сәби күнінен Мұқағали деп еркелеткен. Мұқағалиден кейін бір қыз 3 ұл дүниеге келеді. Осылардың ішінде бір ұл мен қыз сәби күнінде шетінейді. Мұқағалидың әкесінің аты Сүлеймен, анасының аты Нағиман. Ол отбасында тұңғыш ұл болғандықтан ата-әжесінің қолында өседі. Өзінен кейінгі інілері Тоқтарбай мен Көрпешке ерекше қамқор болып, ерте есейеді. Мұқағали жастайынан әдеби шығармаларды сүйіп оқып, 14-15 жасынан өлең жаза бастайды. Мұқағали Мақатаевтың алғашқы жыр жинағы 33 жасында шыққан. Бұдан кейін 1964-76 жылдар аралығында 8 жыр жинағы жарық көреді. Бүгінде ақыннан 1000-нан астам өлең мен поэма қалды. Дәлірек, ақынның Қырман басында, Қойшы бала Әкітай өлеңдері 1949 жылы Советтік шекара газетінде басылып шықты. Бұдан кейін 1951 жылы Інімнің ойы, Шебер өлеңдері жастық жыры атты жинаққа енді. Мұқағали Мақатаев поэма мен поэзиядан бөлек аудармада жасаған. Ақынның өмірлік серігі Лашын Әзімжанова, шын есімі Ләзиман. Жақындарының айтуынша, ер мінезді болған үшін жұрт оны Лашын деп атап кеткен. Отбасыларында 6 бала дүниеге келгенімен 2 үлкен қызы ажал құшады. Екеуінен кейін 1953 жылы Жұлдыз, 1958 жылы Алмагүл, 1960 жылы Айбар және 1966 жылы Шолпан есімді балалары дүниеге келеді. Мұқағали Мақатаев Алматыда жұмыссыз қалып, қаражаттан қатты қысылса да, қонақжай болған. Ақын 1976 жылдың 27 наурызында бауыр циррозы ауруынан көз жұмды. Ал әйелі 2006 жылы қайтыс болды. Оқушылар, ақынның бақыты не екен? Қалай ойлайсыңдар? Жақсы, ендеше Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңін тыңдайық. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиет тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы, от ал менен. Балалар, сонымен ақынның бақыты не екен? Халқы, тілі, отаны. Ал осы халқын, тілін, отанын ақын қандай көркем сөздерге теңейді? Халық алтыннан да қымбат, тіл қасиетті, отан оттандастық.
Балалар, тағы нені бақыт деп айтуға болады? Өлеңдегі ақын ойын арғарай жалғастырып көріңдер. Бақыт ұғымына 5 сөз ойластырып жазыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңін жаттау.